Сіздерме, менің аты жөнім Искак Серікқазыұлы, өндірістік оқыту шеберімін. Бүгінгі өтетін мастер-класс дәнекерлеуші жөнінде, яғни аргон аппаратын қолдану, аппаратпен жұмыс жасау. Дәнекерлеу жұмыстарына байланысты біз енді аргон аппаратымен жұмыс істейміз. Аргон аппараты деген аргон газы аппарат, қосымша присадка, қосымша қоспалар. Бүгінгі сабақ тақырыбына байланысты, мына жерде жеңіл автокөліктің қалпақшасы, головка дейміз, соның ақауын қалпына келтіру. Осындай ақау пайда болады, пайда болатын себебі ол сұйықтықтың сапасыздығы, қышқылдықтың молдығынан осындай реакция бергені, осындай ақау пайда болды. Оны қазір тазартамыз, қалпына келтіреміз. Жұмыстарын бастамас бұрын бұл ақау болған орынды жақсылап тазарту керек. Ақау орны жақсылап тазартылды, енді дәнекерлеу жұмыстарын бастаймыз. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, алюминий аргон арқылы құйылып, ақаудың орны толығымен толтырылды. Ендігі жұмыс фрезеровка, бетін тегістеу. Осымен бүгін мастер-класс осымен аяқталды. Бұл жердегі ақау орны толып, аргон арқылы дәнекерленді, ары қарай енді фреза жұмыс істейді. Фрезамен жұмыс істейді, бетін тегістейді.